қызметкерлерді Каспи Pay қосымшасына қалай қосады? Компания басшысы мен басқарушы бірге жұмыс істеу үшін қызметкерлерін Каспи Pay қосымшасына қоса алады. Ол үшін қызметтер деп өтіп, компания профилі, содан кейін қызметкерлер бөлімін ашыңыз. Енді қызметкерді қосу деп басыңыз. Рөлді таңдаңыз. Олардың әрқайсысы әртүрлі өнімдер мен сервистерге қол жеткізе алады. Бухгалтер шоттар мен сатылымның талдауын қарай алады. Ақша аударылады және төлем жасай алады. Салық төлей алады. Депозиттерді басқара алады. Оларды ашып, ақша сала алады. Анықтама ала алады. Сату орындарын және оларға кассирлерді қоса алады. Каспи кассаны қоса алады. Төлемді өз бетінше қабылдай алады. Кассир Каспи QR мен және қашықтан төлем қабылдайды және өзінің сату тарихын қарайды. Каспи KZ-тегі магазиннің менеджері тауарларды қосады, оларды сатылымға шығарады, бағаны өзгертіп, тапсырыстарды өңдейді. Маркетинг менеджері бөліп төлеу науқандарына қатысатынын растай алады. Брендтер мен тауардың жарнамасын іске қоса алады. Бонус пен сертификат беретін науқандарды баптай алады. Каспи Travel менеджері броньды растайды, қызмет құнын өзгертеді және ұсыныстарға бронь қоюды шектейді. Каспи мейрамханалар менеджері пікірлерді қарайды. Үстелге орналастырылатын QR-кодқа тапсырыс беріп, олардың дизайнын таңдайды. Басқарушыға барлық аталған функциялар қолжетімді. Бұдан басқа, ол аударымдар мен төлемдерді растай алады. Бірақ басшыдан айырмашылығы, басқарушы Каспи Pay'де компания туралы деректерді жаңарта алмайды. Рөлді таңдағаннан кейін, қызметкердің телефон нөмірін енгізіңіз. Оған Каспи Pay қосымшасын жүктеуге сілтеме жазылған SMS келеді. Қосымшаны жүктеп, орнатқаннан кейін, жұмыскер телефон нөмірі мен ЖСН бойынша тіркеуден өтіп, пароль мен жылдам кіру кодын ойлап табуы керек. Енді қызметкер Каспи Pay'де жұмысқа кірісе алады. Сіз оған бірнеше рөлді таңдай аласыз. Сондай-ақ, кез келген уақытта қызметкерді қосымшадан алып тастауға болады. Оған әр өзгеріс туралы SMS келіп отырады. Егер қызметкердің әртүрлі компанияларда рөлдері болса, ол Каспи Pay қосымшасында олардың арасында ауысып отыра алады. Олардың әрқайсысында оған тек оның рөлінің функциясы қолжетімді болады. Осылайша қызметкерді Каспи Pay қосымшасына жеңіл әрі оңай қосуға болады.